Бүгін Қызылордада 300 отбасы қоныс тойын тойлауда. Нұрлы жол бағдарламасы негізінде салынған 50 пәтерлі 6 тұрғын үй пайдалануға берілді. Ал жыл аяғына дейін тағы 12 үйдің құрылысы аяқталып, 1000-ға жуық отбасы баспаналы болады. Осылайша Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі мемлекеттік бағдарламаны ойдағыдай жүзеге асыруда. Бижановтар отбасында бүгін үлкен той. Үлкен ол қара шаңырақтан еншісін алып өз алдына отау тікті. Мынау даңғарадай баспана енді оның балаларының шаттықты күлкісіне бөленеді. Жас отбасының ыстық ұясына, құтты қонысына айналады. Елбасының міне алға қойған саясаты арқасында, қолжетімді мемлекеттік бағдарламалық арқасында міне қанша жылдан бері міне кезекте тұрып, тұрғын үй мәселесі шешілмей, міне бүгін қолымыз жетіп, тұрғын үйімізге өзіміздің міне кілтіміз алып, 2 бөлмелі үйге ие болып отырмыз. Қуаныштымыз барлығымыз. Бүгін жаңа пәтерге қоныстанушылардың қай-қайсысы болса да, Самат сияқты ұзақ жылдар пәтерден пәтерге көшіп, баспанасыз әбден қиналғандар. Елбасының нұрлы жол бағдарламасы осындай үйсіз жүргендерге үлкен қолдау көрсетті, мәселесін шешуге мүмкіндік берді. Арай мөлтек ауданында да 5 қабатты тұрғын үйдің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Құрылыс жұмыстары бұл жерде үстіміздегі жылдың ақпан айында басталған. Жоспар бойынша нысанды қыркүйек айында тапсыру көзделіп отыр. Демек, көп ұзамай тағы да 280 отбасы қоныс тойын тойлайтын болады. Ал Шұғыла мөлтек ауданында бүгін 4-5 қабатты үйдің, сондай СПМК 70 ықшамауданда 7 үйдің іргетасы қаланды. Енді бұл құрылыстардың сапасы 3 деңгейлі сатыда бақыланады. Бұл үйді құрылысшы өз ақшасына салып жатыр. Сондықтан ең біріншіден құрылысшының өзі, оның мүддесі бұл үйді өте сапалы түрде салу. Өйткені сапасыз болса, біз оған ақша төлемей кетеміз. Екіншіден, әр құрылыс объектте бізде тәуелсіз техэксперттер бар. Олар әр объекті сараптап, құрылыстың сапасын бізге баяндайды. Пайсыз, алдын ала төлемсіз, әрі өте сапалы. Бұл пәтерлерге қол жеткізу елбасының тікелей тапсырмасымен нұрлы жол бағдарламасы негізінде ғана жүзеге асырылуда. Ал сыр елінде биыл тұрғын үй құрылысы былтырғымен салыстырғанда 10 есеге артып отыр. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.